Саламатсыздар. Сіздердің өтіп жатқан тақырыптарыңыз жиындар, жиындар, жиын элементтері, жиындарды кескіндеу, жалпы жиын және оның элементтері туралы қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, жиын дегеніміздің өзі белгілі бір таңбасы бар белгілейтін жиынды құрайтын заттар, олар жиын элементтері деп аталады. Мысалы үшін планета деген сөзіндегі әріптер жиынын П әрпімен белгілейміз да, планетаны әр әріпті қойып жанына үтірмен былай толық етіп жазамыз да, мына таңба жиын деген таңбаны білдіреді. Немесе әріптер ауысып түсе берсе де болады. Енді бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, мына планетада қанша әріп бар, соның мысалы П бір әріп ба өзі түседі, Л да бір әріптен тұрады, өзі түседі, ал А екі әріп бар. Планета, міне бірінші әріп, екінші әріп, Адан екеу болғандықтан бір өзі ғана жазылады. Сол ғана айырмашылығы бар. Қалған есептер шығару барысында түсіндіріп өтейін. Ал 1017 есепке қараймыз. 1017 жиындардың аттарын атаңдар дейді. Оқушыларды оқытатын қызметкерлер жиыны мұғалім болып табылады. Өлеңге ән жазатын мамандар жиыны, ән жазатын мамандар жиыны композиторлар, адам емдейтін қызметкерлер жиыны доктор, мектепте оқитын балалар жиыны оқушылар деп аталады. Ал енді 1018 есепке қарайық. 1018 есепті енді жазбаша түрде көрсетейік. Так. 1018 есепте не дейді? 1018 есепте мына сөздердегі әріптер жиыны элементтермен жазыңдар. Мысалы, математика деген бірінші математика деп жазып қояйық. Математика сөзіндегі әріптердің жиынын қалай жазамыз? Әріптердің жиынын математика сөзіне мына түрде жазамыз. Так, бұны А жиын деп қарастырамыз. А теңдейміз да, жиынның таңбасын қоямыз. Бірінші математика деген қанша әріп математика? Ем деген неше әріптен тұрады? Ем нешеу? Ем деген әріп біреу, екеу, екі әріп екен, соның біреуін ғана жазам. Үтір қоям. Енді Аға келеміз. Адан бір А, екінші А, үш А екен. Онда содан бір ғана әріпін жазамыз. Енді кезек кімге келеді? Т әріпіне келеді. Міне, Т. Бір Т, екінші Т. Бұдан да бір ғана Т-ны жазамын. Так, енді Еге келеміз. Еден біреу, оны өз жазылады. Емді жазып қойды, А-ны жазып қойды, Т-ны жазып қойды, И-ін жазам. И біреу, кейін К-ны жазам. Міне, А жиынын осылай жазып болдым. Әріптер екі-үшеу болса, ем деген әріп екі әріп болып, бір өзін ғана жазамыз. Әрмен қарай екіншісіне келейік. Космос. Так, бұны Б жиыны деп қарастырайық. Б жиыны тең. Космостан К біреу өзі, біреуін жазамыз. О екеу, біреуін жазамыз. С-дан екеу, оның да бір әріпін жазамын, және М. Міне, жиын жазып қойды. Енді үшінші. Транспортир. Транспортир дейді. Так, бұл С жиыны деп қарастырамыз. Т-дан екеу, бірақ біреуін жазам. Р-ны жазам. А-ны жазам. Н, С, П, О, Р жазып қойды, жазып қойды. И жазам. Р жазып қойды. Р-дан үш әріп бар, міне. Р-дан, біреу, екеу, үшеу. Біреуін ғана жазасыздар. Бұл міне жиынын жаздық. Ал енді 1009 есепке қараймыз. Мына жиындардан бос жиынды тауып, оны белгілеумен жазыңдар дейді. Шолпан планетасының балықтарын А жиыны дейді. Бұны біз бос жиын деп қарастырамыз. Оны белгілеуді, жиындарды белгілеуді бос жиын деп жазсақ та болады, немесе өзінің таңбасы бар. Сол таңбамен қойсақ та болады. Мысалы, Шолпан планетасының балықтар жиыны біріншісінде бос жиын А жиыны, бос жиын деп міне бүйтіп қоясыздар. Бос жиын деген не? Бос жиын деген сөз Шолпан планетасында балықтар болмайды. Сол себептен ол бос жиын деп аталады. А бос жиын болады екен. Енді екіншісі, мектептегі сары балалардың Б жиыны. Әрине, мектепте сары балалардың мынау бос жиын болса, бос жиын. Ал мынауымыз бос жиын емес. Себебі сары балдар. Белгілі бір сары түсті балдар бар, ақ түсті, қара түсті балдар бар, кез келген мектептің оқушыларында. Үшіншісі,
жерде дән шоқып жатқан торғайлардың біреуін мысық ұстап алғанда қалған торғайлардың к жиыны дейді. Әрине бұл жерде де бос жиын болады, себебі торғайлар бидай теріп жеп жүрсе, мысықке біреуін ұстаса бары ұшып кетеді. Ешқандай торғай ол жерде бидай теріп жүрмейді. Сол себептен бұл жерде бос жиын деген сөз, ол жерде ешқандай жиын жоқ деген сөз. Ал 1020-шы есеп. 1020-да Эйлер Вен дөңгелегі берілген дейді. Мысалы, Эйлер Вен дөңгелегін сызып қояйық. Былай Эйлер Вен дөңгелегі деген осы. Әріптер жазып қояйық. 11, 19, 13, 17, сыртында 25, мына А жиыны, мына 12 деген. Енді сұрақтарға жауап берейік. А жиынның элементтерін жазыңдар дейді. А жиынның элементтері, А жиын элементтері нештен бастаймыз? А жиын элементтерін ең кішкентайынан бастап жазылады. Негізі ретімен жазылады. Жиындар ретімен жазылады. А жиынның элементтері А жиын элементтері нештен бастаймыз? 11 ең біріншісі, 13, 17, 19 міне. А жиын элементтері, мынау А жиыны болса, мына ішіндегі А жиына жатқан элементтері, соны кішкентайынан бастаймыз. 11, 13, 17, 19 рет-ретімен жазып шығады жиында. Ал енді А жиын элементтер санын белгілеумен көрсетіп жазыңдар дейді. А жиынның элементтер саны, санды n деген әріппен белгілейміз. Қанша элемент бар А жиынына тиісті, соны жақша А дейміз да, жақшаны жабамыз да, тең санаймыз. 1, 2, 3, 4 элементіміз бар екен. Міне жаздық. Енді А жиынына қай элементтер тиісті емес дейді, оларды белгілеумен жазыңыздар дейді. Мына үшіншісі, мына біріншісі, мына екіншісі, үшіншісі. А жиынына тиісті емес элементтерді мына таңбамен белгілейміз. А жиынына тиісті емес элементтер, А жиыны деп жазып қоямыз. Тиісті жиыны, тиісті емес элементтер. 25 тиісті емес, былай қойылады да, үстін сызып қоямыз. Сосын 12 жеке-жеке жазылады. Міне. А жиынына тиісті емес, себебі шеңбердің сыртында жатыр екеу. Сол себептен тиісті емес болады А жиынына. Ал әрмен қарай 1021. 1021-де жиындардың аттарын атаңдар дейді. Мысалы, біріншісінде жиындардың атын бірдесін жаза берейік. Нәрселерді санауға қолданатын сандар жиыны. Нәрселер санауда қолданатын сандар жиыны ол кәдімгі нақты сандар. Нақты сандар, нәрсе санауда қолданатын сандар жиыны. Бірден басталып, нақты сандар жиыны деп қоямыз оны, нақты сандар жиыны, нақты сандар деп бүйтіп қоямын. 1021 есепте біріншісінде натурал сандар жиыны деп атаймыз. Біріншісі натурал сандар жиыны. Біріншісі натурал сандар жиыны, немесе оны n деген әріппен белгілейміз ғой, міне. Екіншісінде біріншісі, екіншісі жазықтықтағы O нүктесінен бірдей қашықта нүктелер жиыны шеңбер деп атаймыз. Шеңбер жиыны болып табылады. Ал енді үшіншісі бір нүктеден шыққан дейді. Бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигура, бұл бұрыш деп аталады. Міне. Бұрыш жиыны немесе бұрыштар жиыны болып табылады. Болды. 1022 есепке көшейік. 1022 есепте не дейді? 1022-де былай дейді. Жиынды элементтермен жазыңдар дейді. Нөлмен аяқталатын екі таңбалар сенің сандар жиыны. А жиыны нөлмен аяқталса 10, екі таңба алсаң 20, 30, 40, 50, 60,
біз 80 90 болды. Міне 2 таңбалы сандар жиынын жазып қойдық. Екіншісі, мына екіншісі не дейді? Екіншісі бөлім 6-ға тең дұрыс бөлшектерді б жиынын жазыңдар дейді. Әрине бөлімі 6-ға тең болса, дұрыс бөлшектер 6-тан 1, 6-тан 2, 6-тан 3, 6-тан 4, 6-дан 5 болады. Болды. 6-тан 6 уже ол 1-ге тең болып кетеді, оны жазбаймыз. Ал енді үшінші, алымы 7-ге тең болатын с жиынының табындары дейді. Алымы 7-ге тең болатын бұрыс бөлшектер жазыңдар дейді. Әне 2-ден 7, 3-ден 7, 4-ден 7, нүкте болады. 5-ден 7, 6-дан 7 болады. Бұрыс бөлшек, дұрыс бөлшектердің жиындарын жаздық. Енді 1023 есеп. 1023 есепте не дейді? Бүйтеді, бос орындарға тиісінше шектеулі жиын, шектеусіз жиын сөздерін қойып сөйлемдерді толықтырып жазыңдар дейді. Бірінші, кесінді бойындағы нүктелер жиыны. Бұл шектеулі болып табылады. Шектеулі жиын деп аталады. Себебі кесінді деген сөз белгілі бір аралықта. Соның бойындағы нүктелер бұл шектеулі. Мысалы, кесін деген сөз міне 2 см кесінді деп алатын болсақ, А және Б нүктесінің арасында шектеулі. Осы нүктелердің арасында ғана алатын болсақ, бұл кесінді деп аталады. Екінші, түзу бойындағы нүктелер жиыны. Түзу, бір түзін бөлмектес, ол шектеусіз болады. Ол ұзағынан шектеусіз жиын, оның шегі жоқ, кете береді түзу. Енді 3, 12 санының бөлгіштерінің жиыны дейді. 12 санының бөлгіштерінің жиыны. Бұл да шектеулі. 12 санның бөлгіштері. 12 сан бөлгіштері. Так. Шектеулі жиын. Аз түсіндірем сіздерге. Шектеулі жиын. 12 сан бөлгіштері. Мысалы, 12 нешке бөлінеді? Шектеулі ғой бұл. 12 2-ге бөлінеді. 2-ден бастайық, 6 болады. 12 3-ге бөлінеді, 4 болады. 12 4-ге бөлінеді, 3 болады. 12 6-ға бөлінеді, 2 болады мысалы. Болды. 12 12-ге бөлінеді. Бұл шектеулі. Бұл шектеулі жиын. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6, 12 деп жазуға болады шектеулі жиынды. Бұл шексіз емес, осы ғана 1, 2, 3, 4, 5 элементі бар ғана санға бөлінеді екен бұл. Төртінші, 12 санның еселіктер жиыны дейді. 12, бұл да 12 санның еселіктер жиыны, бұл да шектеулі. Шектеулі жиын. Шегі бар. Қандай да бір саннан аяқталады еселіктер жиыны. Шексіз кете бермейді, сол себептен шектеулі болады. Әрмен қарай 1024. 1024 есепте не дейді? Егер дейді, бірінші, егер 1 аға тиісті, 2 аға тиісті емес дейді мына жерде. Так, үстінсіз қоямыз. 3 аға тиісті, 4 аға тиісті емес дейді. 5 аға тиісті. Так, 15 аға тиісті болса, бірінші, А жиынына тиісті элементтерді эйлер вен дөңгелегімен кескіндеңдер дейді. Так, аға тиісті элементтерді эйлер дөңгелегімен кескіндейтін болсақ, былай етіп қоямыз. А деп жазамыз да, ішіне тиісті элементтерін жазамыз. Так, міне қараңыздар, мынаған қараңыздар, 1 тиісті, 2 тиісті емес, 3 тиісті, 4 тиісті емес, 5 тиісті, және 15 тиісті. Міне, тиістілердің бәрін шеңбердің ішіне ендірдік. Ал енді екіншісі не дейді? Тиісті емес элементтерді кескіндеңдер дейді. Екіншісінде тиісті емес элементтерді кескіндеу. Мынау тиісті, мынау тиісті еместерді былай жазамыз. Шеңбер сызамыз. Эйлер вен диаграммасын А жиын жазамыз да. Тиісті еместер шеңбердің сыртында тұрады. 2 тиісті емес, 4 тиісті емес, міне екеуі ғанасы. А жиын элементтерін қалай атауға болады дейді? А жиынның элементтерін қалай атауға болады? Мына қараңыздар. 1, 3, 5, 15 қалай атауға болады? А жиын элементтерін тақсандар деп атаймыз. Тақсандар. Тақсандар жиыны. Міне, себебі 1, 3, 5, 15 тақсандар ғой. Так. 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5 тақсандар. 15-те тақсандар.
болды, бұл бітті. Енді 1025 есепке көшейік. Так, 1025. 1025 есепте не дейді? Б дейді 36 санының бөлгіштер жиыны дейді. 36 санының бөлгіштер жиыны. Так, бөлгіштер, А санының бөлгіштері. 36 санының бөлгіштері. Бірінші элементтерін жазайық. Б жиын элементтерін жасатын болсақ. Так, элементтер санын көрсетіп, белгілеумен жазыңдар еді. Так. Нешке? 36 сан нешке бөлінеді бөлгіштері? 2-ке. Бірді де жасақ, 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 9-ға бөлінеді. Сосын 12-ке бөлінеді, 13-ке. 13-ке бөлінбейді, 36. 36, 12-ке, 13-ке бөлінбейді, 14-ке бөлінбейді, 15-ке бөлінбейді, 16-ға бөлінбейді, 18-ге бөлінеді, 19-ға бөлінбейді, 20-ға бөлінбейді, 21 бөлінбейді, 22 бөлінбейді, 23 бөлінбейді, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 бөлінбейді, 31 бөлінбейді. 32, 30, 36-ға жазып қойдық. Міне, енді екінші Б жиынының элементтер санын көрсетіп дейді. Яғни N, Б, қанша элементтер саны бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 деп жазып қоямыз. Болды. Так. 1026 есеп. А 11-ге еселік болатын екі таңбалы сандар жиыны дейді. 11-ге еселік болатын. Так, 11-ге еселік болатын екі таңбалы сандар жиыны. А жиын элементтерін 11-ге еселік болатын А тең болады да 11-ге еселік, яғни 11-ге бөлінеді, 22-ге, так, 33-ге, 4, 55, 66, 77, 88, 99 мін. Екі таңбалы сандар, осының бәрі 11-ге еселік сандар, яғни осылар 11-ге бөлінеді ғой, соны еселік сандар деп атаймыз. Мұны бірінші жиын элементтерін жаздық, енді екінші осының сандарын белгілеумен белгілейміз. Қанша А жиында сандар бар екен белгілеумен көрсетілген элементтер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, 1026. Так, енді С деңгейіндегі 1028-ге келесі сабақ өтейік. Келесі сабаққа дейін қош саламат болыңыздар.